Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы өзіңді тексер тест тапсырмаларын орындау. Бірінші мына функцияны анықтау болсын таңдар. Анықтау болсы, яғни мына бөлшекпен берілсе, бөлшектің бөлімі бізде нөлге тең болмау керек деп теңдеу шығарамыз. Так, бізде минус 49-ның x дәрежесі тең минус 343 деп 343-ті теңдікті екінші жағын шығарамыз. Екі жағында минусқа бөліп жіберсем, 49-ның x дәрежесі тең 343 деп шығады. Енді 49 деген біз 7-ның 2 дәрежесі, 343 7-ның 3 дәрежесі. Негіздері бірдей болса, дәрежелерін теңестіре қоямыз. 2x тең 3-ке, x тең болады, 3-ті 2-ке бөлсем, сонда x бізде тең болмау керек 1/5-ке. Яғни мынаның бәрі тең болмау керек деп жазып шығайын. Сонда бүкіл сан өсінде 1/5-тен басқа санның мына жағын аламын және мына жағын аламын. Сонда жауап бізде минус шексіздіктен 1/5-ке дейін және 1/5-тен плюс шексіздікке дейін анықтау болса, яғни А жауабы болады. Екіншісі, логарифм, мына өрнектің мәнін табу керек. Ол үшін ықшамдаймыз. Логарифм 1/2 негізінде 36-тан 25 дегеніміз 6-тан 5-тің 2 дәрежесі. Так, мынаны 5-тен 6-ның 3/2 дәрежесін сол күйінде жазып қояйын. Тең болады логарифм 1/2 негізінде, так, 6-тан 5-ті 5-тен 6-ның минус 2 дәрежесі түрінде жазам. Көбейтілген мынау 5-тен 6-ның 3/2 дәрежесі. Так, логарифм 1/2 негізінде, мынау енді негіздері бірдей болса, негізі сол күйінде жазам да, дәреже көрсеткіштерін қосам, минус 2 плюс 3/2. Так, сонда логарифм 1/2 негізінде, так, 6-тан 5-тің, 5-тен 6-ның, мына 3/2-ден 2-ні алсам, мына 1/2 болады. Мына 1/2 мынаның алдына шығарып жіберем, сонда 1/2 логарифм 1/2 негізінде 5-тен 6 дегеніміз ол 1/2-ге тең. Мынау бізде 1-ге тең болғандықтан, мына өрнек түгелімен 1/2-ге тең болады екен жауап, сонда В жауабымен. Келесі үшіншісін қарастырайық. Өрнекті ықшамдау керек бұнда да. Так, 625-тен 1 деп тұрса, бұны былай жазайық. 625 дегеніміз ол 5-тің минус 4 дәрежесі мына жерде. Көбейтілген минус логарифм 5 негізінде А. Так, минус 49-ды былай деп алайық. 49-ның мына 1 дәрежесі көбейтілген 49-ның логарифм 7 негізінде А түрінде аламын, тең болады. Так, мына екеуін көбейтсем, менде 5 4 логарифм 5 негізінде А болады. Минус 49 көбейтілген, мына жерден 49 7-ның 2 дәрежесі, сондықтан 2 логарифм 7 негізінде А болады. Тең болады. Мына 4 дәрежесі, мына А-ның 4 дәрежесі түрінде жазам, сонда 5 логарифм 5 негізінде А-ның 4 дәрежесі болады. Минус 49 сол күйінде жазып қоям. Мынада да сондай 7 логарифм 7 негізінде А-ның 2 дәрежесі болады. Тең болады. Енді мынау тепе-теңдік бойынша мына екеуі бірдей болса, мына өрнек түгелімен А-ның 4 дәрежесіне тең болады. Минус 49. Мынада да сондай, мына А-ның 2 дәрежесіне тең болады. Сонда бізде осымен ықшамдалды. Бізде жауап А-ның 4 дәрежесі минус 49 квадрат. С жауап дұрыс болады екен. Келесі қарай төртіншісін қарастырайық. Функцияның анықтау болсын тап дейді. Бізде логарифмның анықтау болса, яғни мына жерде минус 2x квадрат плюс 3x минус 1 деген өрнек бізде оң сан болу керек. Так, екі жағында минус санға бөліп жіберсем, яғни 2x квадрат минус 3x плюс 1 теңсіздік қарама қарсы өзгеріп кетеді, минусқа бөлгесін. Ары қарай мынаны бізге нөлге теңестіріп, дискриминант табамыз. Так, 3-тің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 1 тең болады. Так, 9 минус 8 1-ге тең болады. Бұлай болса, x1-ді табу үшін 3 қосылған дискриминант 1-ге тең бөлінген 4, мұнда 1-ге тең болады. x2-ні табу үшін 3 азайтылған 1 бөлінген 4. Так, 2-ден 1-ге тең болады. Так, бұны параллель әдіспен шығаруға болады, яғни 2-ден 1
мен 1-ді белгілеймін сан үстінде, аралы тармағы міне жоғары қарайды. Так, минус, плюс, плюс, минус. Мына жерлер плюс. Бізге қандай аралық керек? Бізге мына соңғысы мынау ғой. Бізге кіші теріс аралық керек. Сонымен есептің жауабы бізде 2-ден 1-ден 1-ге дейін болады жауап. 2-ден 1 деген бізде 0,5 ға, 0,5-тен 1-ге дейін жауап С болады. Келесі 5-шісін қарастырайық. Сандарды өсу ретіне қарай орналастыр дейді. 2-ден 1-дің минус 4 дәрежесі дегеніміз ол 2-ның минус 1 дәрежесінің минус 4 дәрежесі, бұл бізде 2-ның 4 дәрежесі болады. Келесі, мына 1 дегеніміз бәрін 2 негізіне келтіруге болады ғой. 1 дегеніміз ол 2-ның 0 дәрежесі. 4-дің минус төбірасында 3 дәрежесі дегеніміз ол 2-ның минус 2 төбірасында 3 дәрежесі. 8 дегеніміз ол 2-ның 3 дәрежесі. Енді бізде осының ішінде ең үлкені сандарды өсу ретіне қарай дейді. Ең кішісінен бастаймын. Бізде ең кішісі сонда 2-ның минус, ең кішісі осы болады, одан кейін 2-ның 0 дәрежесі, одан кейін 2-ның 3 дәрежесі, одан кейін 2-ның 4 дәрежесі болады. Сонымен бұның жауабы, мынау дегеніміз бізде 4-дің минус төбірасты 3 дәрежесі, 2-ның 0 дәрежесі дегеніміз ол 1, 2-ның 3 дәрежесі дегеніміз 8, 2-ның 4 дәрежесі дегеніміз бұл 2-ден 1-дің минус 4 дәрежесі деген сөз. Жауап бізде де жауап болады екен. Келесі 6-шысын қарастырайық. Так, логарифм 22 негізінде 9а-ға тең, логарифм 22 негізінде 46 тең, бізге логарифм 81 негізінде 414-тің мәнін табу керек. Оны бірдей негізге келтіру деген формула бойынша шығарамыз. Логарифм 81 негізінде 414 тең болады, мына былай шығарамыз. Логарифм барлығы мынаңқыда 22 болғандықтан негізін 22 негізіне келтіреміз. 414 бөлінген логарифм 22 негізінде 81 деп шығарамыз. Тең болады ары қарай. Мынаны логарифм 22 негізінде мына 46-ны 9-ға көбейтсем, бізде 414 деген сан шығады. Олайса мынаны 46 плюс логарифм 22 негізінде 9 деп жазам. Так, мынау логарифм 22 негізінде 9-ның 2 дәрежесі болады, тең болады. Енді мынаның орнына мен v-ны қоям, плюс мынаның орнына a-ны қоям, бөлімінде мына 2-ні алдына шығарып жіберем де, логарифм 22 негізінде 9 бізде a-ға тең. Сонда бізде өрнектің мәні осындай болады, жауап a плюс b бөлінген 2a дейді. A жауабы дұрыс болады екен. Келесі 7-ші есеп. Функцияның нүктедегі туындысының мәнін табу керек. Сол үшін логарифмның туындысы, логарифм a негізінде x-тің бізде туындысы 1 бөлінген x натурал логарифм a-ға тең. Осы формуланы қазір есеп шығарғанда қолданамыз. Так, туынды. Так, енді логарифм a негізінде x бізде a-ның орнында 7 тұр, x-тің орнында косинус 2x тұр. Бұл күрделі функция, сондықтан мынандай шығарамыз. 1 бөлінген. Так, бізде x-тің орнында косинус тұр, косинус 2x. Так, натурал логарифм 7. Көбейтілген мынау енді күрделі функция болғандықтан косинус 2x-тен де туынды табамын. Сонда косинустың туындысы минус 8 және 2x-тен тағы туынды табамын. Ол 2-ге тең, оны алдына шығарып жіберемін. Сонда минус 2 синус 2x болады оның туындысы. Тең болады. Так, мынаны ықшамдап жіберейік. Немесе бірден орнына қоя берейінші. Минус 2 синус 2 x-тің орнына пи бөлінген 8-ді қоям. Бөлінген косинус 2 көбейтілген пи бөлінген 8 көбейтілген натурал логарифм 7 тең болады. Так, минус 2 синус бізде пи бөлінген 4 болады. Бөлінген косинус пи бөлінген 4 натурал логарифм 7. Енді синус пи бөлінген 4 пен косинус пи бөлінген 4-тің мәні 2-ден түбірасында 2 тең, екеуі де бірдей мән, сондықтан қысқарып кетеді. Сондықтан минус 2 бөлінген натурал логарифм 7 есептің жауабы осы болады. Бізде ол жауап а. А жауап екен. Келесі ары қарай. 8-шісі. Абсциссасы x-тен минус 1 болатын нүктеде мына функцияның графигін жүргізген жанама теңдеуін жаз дейді. Бізде жанаманың теңдеуі y тең болады.
x-тан x0 болады мына жер, плюс штрих x0 x минус x0. Мына бізде жаңа маң теңдеуінің формуласы. Енді осы формула бойынша шығарамыз. Так, бірінші бізде f x0 табуымыз керек. Ол дегеніміз f x-тің орнына минус 1-ді қойып, өрнектің мәнін табамыз. Яғни мында x-тердің орнына қоямын. Минус 1 көбейтілген e-нің минус 3 көбейтілген минус 1 дәрежесі плюс 4. Ықшамдасам, менде минус e-нің 3 дәрежесі плюс 4 деген мән шығады. Келесі осының туындысын табам. Функцияның бірінші туындысын табылам. Мына көбейтіндің туындысы бізде бірінші x-тің туындысы 1-ге тең. Мына өзі тұра береді. Плюс x тұра береді де, енді мынаның туындысын табам. Бұл бізде мынаның туындысы минус 3, e-нің минус 3x дәрежесі болады. Тең болады, ықшамдасам, e-нің минус 3x дәрежесі плюс, мынау минус алдына шығарып жібереді, сонда мынау минус 3x, e-нің минус 3x дәрежесі болады. Енді орнына минус 1-ді қойып мән табам. Онда e-нің минус 1-ді қойсам, мына плюс 3 болады. Минус 3 көбейтілген минус 1 көбейтілген, мынада да сондай плюс 3 болады. Тең болады, мына екі бізден плюс 3-ті береді. Сонда мынау 4 e-нің 3 дәрежесі болады. Енді әкел орнына мәндерін қоям. Сонда y тең болады f x0 дегеніміз минус e-нің 3 дәрежесі плюс 4 плюс мынау дегеніміз 4 e-нің 3 дәрежесі x0-дің мәні минус 1, сондықтан плюс 1 болады. Жақшаларды ашам, минус e-нің 3 дәрежесі плюс 4. Мынаны жақшаның ішіне көбейтем. Плюс 4 e-нің 3 дәрежесі x плюс 4 e-нің 3 дәрежесі. Так, тең болады, мынаны бірінші жазайын. 4 e-нің 3 дәрежесі x. Так, мына екеуін ықшамдасам, плюс 3 e-нің 3 дәрежесі плюс 4. Мына бізде жаңа мәнін теңдеу болып табылады екен. А жауабы екен дұрыс.